Аралталда су тасқынынан зардап шеккен тұрғындар үшін 14 отбасыға жаңа пәтер пайдалануға берілді. 1 тамызда Аралталда пәтер иелеріне кілттері табыс етілді. Батырхан Өтеғалиев Аралталда бірнеше жылдан бері тұрады. Тасқын кезінде оның үйі суға кетті. 1 тамыз күні отбасымен жаңа үйге қоныстанып, бала шағасымен мәре-сәре болып жатқан жайы бар. Үй көңілден шықты, өте ризамыз. 3 бөлмелі, 2 спальный бар, шағын. Бұйырған дейміз. Қуаныштымыз, өте қуаныштымыз. Көп-көп рахмет айтқым келеді. Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев Аралтал шағын ауданында 14 пәтердің иесіне баспананың кілтін табыс етті. Облыс басшысы жаңа қоныстанушылардың қуанышымен бөлісті. Сұлушаш Жолдыбаева жаңа баспананың төрінде ақ дастархан жайды. Қазір біздерге міне керемет, өте бүгін қуаныштымыз Алланың қалауыменен. Керемет үйлерге кіріп, кілттерін алып қуанып жатырмыз. Енді осы неге жеткізген барлық көмектескен адамдардың бәріне рахмет, алғысымыз шексіз. Аралталдағы үйлердің құрылысы 24 мамырда басталды. Мердігер құрылысшы жергілікті Докастройком жауапкершілігі шектеулі серіктестігі белгіленген мерзімде тапсырды. Үйдің 82-де 4 квадратный метр, үйдің чистовой, полностью раквиналары бәрі орнатылған. Бұл күні салтанатты шара Пугачев ауылында да өтті. Мұнда 12 пәтердің кілті табысталды. Облыс басшысымен бірге салтанатты шараға Бөрлі ауданының әкімі Еркебұлан Ихсанов қатысты. 2 жыл суға кетті, қатарынан былтыр ойнамыз, биыл қатты кетіп, су көшіп, бастарға көп рахмет, со үй салып, бізге бүгін кілт беріп жатыр. Өте қуаныштым, сөз жоқ. Тек бәрі ұзағынан болсын, көршеріміз құтты болсын, әргеміз. Не айтайын тағы да. Тіпті білмеймін, көп рахмет бәріне. Биылғы көктемде Батыс Қазақстан облысы бойынша 5 аудан және Орал қаласы маңындағы бірнеше саяжай суға кетті. Мемлекет басшысы өңірге жұмыс сапарымен келгенде су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға тиісті көмек көрсетуді тапсырған болатын. Облыс басшысы біраз жұмыстардың атқарылғанын атап өтті. Бүгінгі күні осы Бөрлі ауданында салынып жатқан 60 үйдің жаңа айтқанымдай барлық үйлерінде болып келе жатырмыз. Қазір мына Аралталда да 14 үйдің кілтін табыстап жатырмыз. 66 үйдің біз жаңағы құрылысын адамдардың өзінің қалауы бойынша бізге тұрғын үйлерді сатып алып беріңдер деді. Біз тұрғын үйлерді сатып алып бердік. Қазір енді осы 60 үйдің бүгін кілтін табыстаймыз. Яғни осы мемлекет басшысының біздің алдымызға қойған тапсырмасы бүгін орындалып, халқымыз қазір сол кезде қиындық көрген болса, қайда барамыз, қандай жағдай болады, үйіміздің жаңағы өтемақысы бола ма, немесе тұрғын үй салына ма деген үлкен уайымда болған болса, олардың бәрі артта қалды деп айтқымыз келеді. Қазір міне осы демеушілердің көмегінің арқасында осындай үйлерімізді уақытында салып және сапасы да жақсы, соның кілттерін табыстап жатырмыз. Осылайша Бөрлі ауданында су тасқынынан зардап шеккендерді баспанамен қамту мәселесі толықтай шешілді. Жайнагүл Жеңісқызы, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы.